Арма көрермен, Алматы облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тағы да өздеріңізбен бірге. Бүгінгі біздің подкастымыздың кезекті қонағы Алматы облыстық цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Ақыл Жандос Қанатұлы. Жандос Қанатұлы, қош көрдік. Біздің шақыртуымызды қабыл алып келгеніңіз үшін алғыс білдіремін. Рахмет, саламатсыздар ма? Сізге шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Бізде енді цифрлық технологиялардың аясында көптеген мәселе бар. Оның бірі енді интернеттің және де байланыстың аясында ғой. Оған бұрын тоқталмас бұрын, жалпы осы биылғы бірінші жарты жылдықта қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіздер, осы туралы айтып берсеңіз. Негізі интернет және байланыс ақпараттандыру саласында бізде статистикалық дерек бар. Әр жарты жылдық қорытындысы бойынша шығады, яғни ол нақты көлем индексі. Осы байланыс және ақпарат саласындағы бізде былтырғы жылы 24 жылы осы нақты индекс көлемі 124.9% болған, ал енді биылғы жылы осы жарты жылдың қорытындысында 11 миллиард теңге көлемінде, яғни 152%-ға жетті. Бұл статистика негізі өте маңызды дүние, өйткені біз барлық осы облыстағы IT компаниялар, байланыс саласындағы компаниялар, яғни тұрақты интернет тасымалдайтын, мобильді интернет тасымалдайтын компаниялар барлығы осы статистикалық деректерді өткізеді. Біз ол бойынша жұмыс атқарамыз, яғни әр 90 сайын осы тиісті деректердің өткізуін қамтамасыз етеміз. Сондықтан да ол әр статистика деген ол негізі біздің мемлекеттік органға өте тиімді құрал, өйткені біз осы статистикаға сәйкес тиісті шешімдер қабылдаймыз. Егер аталған салаларда өсім немесе кейбір жерде төмендеу байқалса, яғни тиісті шешімдер қабылдап, оны түзетуге өз жұмысымызды осы жаққа бағыттаймыз. Сондықтан да осындай жетістіктеріміз бар. Енді бұл жарты жылдың қорытындысы. Енді жылдың соңына дейін осы өсу темпін сақтауға тырысамыз, және бұл жақта жұмыс атқарамыз. Жалпы былтырғы жылмен қарағанда биылғы жылғы өсім байқалады ма, әлде бір деңгейде тұр ма? Жоқ, байқалады. Ол статистиканың өзінде де бізде енді айтқанда 26%-ға көбірек болып тұр ғой былтырғы жылға қарағанда. Өйткені бізде биылғы жылғы жекеленген инвестициялық жобалар өте көп. Интернет желісі бойынша қазір мәселен Freedom Telecom компаниясы осы бүкіл облыс аумағында 4000 шақырымдық интернет желісін салуда. Яғни ол біздің ең шеткей Балқаш ауданымен мына облыстың керісінше шекарасындағы Нарынқол ауылына дейін, яғни бүкіл облысты қамти отырып интернет желісін салуда. Сондықтан да осы бүкіл салынған инвестиция көлемі, атқарылған жұмыс көлемі әрине ол статистикаға көрсетіледі. Сондықтан да бізде осындай үлкен өсім қамтамасыз етілуде. Нақты қанша жыл болғанын білмедім, бұл жобаның қолға алынғанына Smart City деп айтып жатамыз, иә. Қонаев қаласы дәл осы Smart City'дің рейтингінде қаншасыншы орында 2024 жылы, ал биылғы жылға осы жүйенің айналасында қандай жұмыстар атқарылатын болады? Smart City тұжырымдамасына сәйкес, жақта эталондық стандарт бар. Сол эталондық стандартқа сәйкес әрбір қала, яғни бүкіл республика бойынша 20 қала, облыс орталықтары бағаланады. Осы Smart City рейтингіне сәйкес бізде осы биылғы жылғы рейтингке сәйкес біз 20 қаладан 14-ші орындамыз, яғни 70 балл иеленіп. Негізі бұл өте жақсы көрсеткіш, себебі былтырғы жылы біз осы жаңадан құрылған облыс орталықтары, яғни біз осы Қонаев қаласы, Жезқазған, Семей қалалары біз рейтингта ең соңғы орында болғанбыз, 20-шы, 19-шы, 18-ші орында болғанбыз. Өйткені себебі ашық айтқанда Smart City жобаларын енгізу деңгейі төмендеу болды, бірақ та біз былтырғы жылғы көрсеткішті 1,5 есе жақсарттық. Өйткені былтыр бізде 39 балл болған, биыл біз 70 балл иелендік, 14-ші орындамыз. Енді келесі жылға деген мақсат ол осы топ 10 дейді ғой, сол 10-дыққа кіру қалалардың ішінде. Ол үшін біз үлкен жұмыс атқарудамыз. Smart City бойынша облыс орталығы ғана бағаланады, яғни Қонаев қаласы ғана. Бұл ретте бізде өте көп жобалар бар. Оны қазірде көріп жатқан боласыз. Егер жекеленген айтатын болсақ, біз ол тұрғын үй шаруашылық саласында көптеген жобалар енгізудеміз, яғни осы барлық тіпті осы қаладағы тұратын аялдамалар, қазіргі соны аялдамаларды да смарт аялдамаға жасап жатырмыз. Яғни ол қазіргі тұрған аялдамалар ол кішкене
қолданушыға ыңғайсыз. Біз ол жаққа үстінен бейнекамера қоямыз, электронды табло қоямыз, яғни автобустың келетін уақытымен көрсететін кондиционер қоямыз ішіне, және де жабық түрде зарядка да болады ол жақта, то есть қуаттағыш телефонды. Сондай барлығын қамтамасыз етіп, яғни халыққа қолайлы өте аялдамалар болатын болады. Ол да мысалы осы Smart City жобаларының бір бөлігі, яғни бізде бұл жоба болады, бізге де уже бағалаудан да үлкен өсім болады. Сондықтан да ондай жобалар негізі көп, сондықтан да бізге енді бар күшімізді, бүкіл жобаларды, пилоттық жобалар бар, ішінде инвестициялық жобалар бар. Соның барлығын біріктіріп, осы Қонаев қаласының әкімдігімен бірлесіп, осы топ оңға кіруге бүкіл жұмысымызды атқарудамыз. Жандос Қанатұлы, сөзіңіз аузыңызда жаңа смарт аялдамаларды атап өттіңіз ғой. Смарт аялдама бұл енді жаңа бір жоба емес, басқа да өңірлерде, бұрынғы Алматы облысында да бұл іске асты, және де смарт аялдаманың төңірегінде әрқашанда дау-дамай туындап жатты. Оған не себеп, және де Қонаев қаласында дәл осы жобаны қолға алған сәттен бастап бұл жоба былайша айтқан кезде жұмсақ, өз деңгейінде іске асады ма? Иә, өйткені негізі бұл жобаның іске асыруда екі мәселе бар. Ол біріншісі ол жобаны жасау, яғни осы смарт аялдаманы салу, оны жабдықтау, ол бір бөлек. Ол кейіннен оны жабдықтап іске қосқаннан кейін оны қарау, яғни сервистік қолдау, яғни ол аялдамалардың ішіндегі дүниелердің барлығы сынбауы, оның тазалығы, барлығы ол жекелеген мәселе. Өйткені көбінесе адамдардың, халықтың туындайтын сұрақтар сол болатын. Өйткені аялдама ішіне кірсе, кейде көбінесе кір болып жатады, немесе дүниелер сынған болатын болады. Сондықтан да біріншіден біз бұл жерде жобаны қарағанда әр аялдамаға бейнебақылау камерасын қойдық, яғни ішіндегі тұрған жабдықтардың сақтығын және де сақтау үшін. Біріншіден ол адамдардың қауіпсіздігі, әрине ішінде аялдамаға келіп тұратын. Ал екіншіден ол бұл жерде әрбір аялдамаға осы жасап болғаннан кейін оны сервистік контрактілер болады, яғни ол Қонаев қаласының әкімдігі өз ретінен осы мемлекеттік сатып алу жүргізіп, кейіннен ол бүкіл осы аялдаманың тазалығын, барлығын қамтамасыз ететін болады. Ол шеттен бізде цифрлық технология басқармасы оны өте қадағалаймыз, өйткені бізде қазіргі күнде де осы тек қана аялдама емес, жалпы осы қаланың тазалығы бойынша да бізде оператив ЦОУ дейді, осы департамент полицияда бүкіл камералардың шығып тұрған жедел басқару орталығы бар. Ол жақта да біздің қызметкерлер отырады, басқарманың. Сол сияқты сол қызметкерлерге нақтыланған тапсырма береміз, яғни осы аялдамалардың сақтығын, тазалығын қадағалау үшін. Енді камера туралы айтып жатсыз ғой. Бізде жалпы Алматы облысында, сонымен қатар Қонаев қаласында қанша бейнебақылау камерасы бар. Оның ішінде Қонаев қаласындағы жағажайларда орнатылған камералардың саны қанша, олар түпкілікті деңгейде, өз деңгейінде жұмыс жасап тұр ма? Істен шыққан камералар жоқ па бізде? Егер жалпы айтатын болсақ, қазір бізде үлкен мемлекеттік жекеменшік жобасы жүруде облыс бойынша, яғни ол бүкіл облыстың әр ауылдарын қамти отырып, облыста 9100 бейнебақылау камерасы және де 325 бағдарламалық комплекс. Бағдарламалық комплекс деген ол яғни жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бейнебақылау камералары. Ол жобаның енді іске қосу мерзімі ол 1 қыркүйек. Ол қазіргі таңда көрсеңіздер, бүкіл жерде осы бейнебақылау камералары орнатылған, 100% тұр. Бірақ та қазіргі таңда ол жаққа байланыс желілері тартылуда. Яғни олардың барлығын іске қосып, орталықтандырылған басқару орталығын ашу үшін ол жаққа интернет желісі керек. Сол интернет желісін жүргізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Сондықтан 1 қыркүйекке дейін бұл бүкіл жұмыстардың бәрі аяқталатын болады, және 100% осы облыста қосылатын болады бүкіл бейнебақылау камералары. Ал егер Қонаев қаласын айтатын болсақ, Қонаев қаласында бұрыннан келе жатқан 308 бейнебақылау камерасы бар, ол істеп тұр 100%. Және де қосымша біз өзіміз орнатылып жатқан камералардың саны енді өте көп. Жалпы есеппен айтқанда бізде жоспар бойынша жылдың соңына дейін Қонаев қаласында 1000-ға жуық бейнебақылау камерасы болатын болады. Ал нақты жағалауда 84 бейнебақылау камерасы бар. Қазір көрсеңіздер, ол мемлекеттік коммуналдық меншіктегі жағажайда, яғни ол 5-ші, 6-ші, 8-ші жағалауда бізде камералар тұр. Әр столбта қатар-қатар сондай камераның саны 84, олар да жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар бізде жаңа 5-ші жағалауда
Freedom телеком компаниясы өз есебінен 21 интеллектуалды камера қойды. Ол камералар жасанды интеллект технологиясын қолданады. Яғни егер адамдар белгіленген жерден асып көлге түсу кезінде, суға түсу кезінде асатын болса, ол жақта арнайы рупор бар, ол хабарлайды, қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша әрқашан хабарлама беріп тұрады. Сондай камералар қамтамасыз етілген. Ол 21 камера. То есть жағалаудағы бүкіл камера 100% жұмыс істеуде, жедел басқару орталығына шақырылып тұр. Коммуналдық меншік деп қалдыңыз. Енді коммуналдық шаруашылықтың төңірегіндегі мәселелер қазір бірыңғай байланыс орталығына келіп түседі. Яғни 109 бірыңғай байланыс орталығы қашаннан бастап жұмыс жасап жатыр? Қазір бүкіл Алматы облысының аудандары қамтылған ба? Және де алдағы таңдағы осы бірыңғай байланыс орталығының жұмысын жандандыру үшін нендей жоспарлар көзделіп отыр? Ол бірыңғай яғни басқа орталығы, ол жақта 109 қызметі деп айтады жобаның. Ол жерде яғни халықта, осы коммуналдық шаруашылық саласында және басқа да салаларда егер сұрақтар туындаған болатын болса, осы кол орталыққа хабарласады. Яғни ол 109 қысқа номері, ол кез келген осы облыстың территориясында 109 мен хабарлассаңыз, осы біздің басқа орталығына түседі. Ол хабарламаның барлығы тегін осы халық үшін. Және де ол мобильдік қосымша бар, Инстаграмда бар, WhatsAppта бар. Сол жақта бүкіл өтініштер осы орталыққа келіп түседі. Бізге осы биылғы жылы 11 000 өтініш түсті. Оның 91%-на жауап берілді. Қалған 9% ұзақ мерзімді мәселе болғандықтан олар шешімін табуда. Біз бұл жобаны жандандыру мақсатында осы дүйсенбі күні мен презентациясын жасадым. Осы бүкіл облыстық аудан қала әкімдерінің рейтингін жасадық. Яғни осы рейтингке сәйкес осы түскен өтініштердің уақытылы жауап беруі, дұрыс жауап беруіне сәйкес аналитика жасалып, жүйеде рейтинг құрылады. Яғни сол рейтинг ай сайын біз осы тиісті СМИ-ға осы рейтингті шығаратын боламыз. Сол кезде әр аудан қала әкімдерінің жұмыстарын осы байланыс орталығы арқылы бағаласақ болады. Негізі бұл байланыс орталығы өте мемлекеттік басқару саласындағы өте мықты құрал. Өйткені барлық сұрақтарды тез арада шешуге және де ол мәселелердің орындалуын біздің басқару осы 109 қызметінің қызметкерлері қадағалап отырады. Яғни өтініштердің мерзімі келген кезде жауап беру керектігі туралы және де басқа мәселелер бойынша күнделікті тұрақты бақылауда. Енді мектептерде Face ID қойылып жатыр, сонымен қатар QR код. Бұның елге қаншалықты пайдасы бар, өміршең жоба болады деп ойлайсыздар ма? Қанша мектеп қосылды бұл жобаға? Негізі бұл QR код Face ID технологиясы, яғни жобасы ол мектепке дейінгі ұйымдарда, яғни балабақшаларға қойылды. Ол біздің облыстың 99% балабақшасына орнаттық, 1100 балабақшаға. Бұл технология, яғни балалардың осы балабақшаға баруын нақты табелді белгілейтін, электронды табелді белгілейтін жүйе. Яғни біз бұл жобаны пилоттық түрде осы қараша айынан іске қосқан болатынбыз. Бұл жерде үлкен мемлекеттік бөлінетін қаражатты үнемдеу яғни сәйкес келді. Бұл технологияны айтатын болсақ, бұл технология екі технология, яғни балабақшаға бала келген кезде ата-анасы балабақшаның осы аумағында, яғни QR скан жасайды QR-ды, и одан кейін ол баланың, яғни балабақша келді деген отметка электронный қойылады, яғни белгіленеді. Немесе екінші түрі, егер ондай QR-мен скандау мүмкіншілігі жоқ болса, ол баланы мобильді телефон арқылы Face ID, яғни бетін скандайды, баланың келбетін. Одан кейін ол жақта да табелгі болды деген, яғни белгіленеді. Бұл өте жақсы дүние, өйткені біз қазір білесіздер, әр балаға мемлекеттен қаражат бөлінеді, балабақшаға бару жағына. Бұл жерде бізде экономикалық тұрғыда үлкен жетістіктерге жеттік. Өйткені бізде осы жоба енгізілгеннен кейін мемлекеттік бюджеттен 1,5 миллиард теңгедей үнемделді. Сонымен қатар бізде облыста 29 балабақша жабылды, яғни ол фиктивно дейді, жұмыс істеген балабақшалар қағаз түрінде болған, бірақ та практикалық түрде ол жақта балалар бармайтын. Сондықтан да сонымен қатар бұл жерде балалардың нақты қатысуын және де көбінесе енді жобада ата-аналарға да өте ыңғайлы бұл жоба, өйткені бізде альтернативтік таңдау бар да. Егер
өзің скандалғың келмесе, мысалы, ол там QR арқылы қоя салсаң да болады. Енді бізде Алматы облысында 109 бірыңғай байланыс қызметінен бөлек біраз адамның құлағын елең еткізген жобалардың бірі бұл Алатау хаб. Алатау хабтың негізгі түпкі мақсаты неде? Бұл жас жеткіншектерді IT технологияға баулу ма, әлде өзге де көзделген мақсаттары бар ма? Ашып айтсаңыз. Негізі Алатау хаб деген ол біздің өңірлік технопарк, яғни тура біз республикалық технопарк Астана хаб болатын болса, соның өңірлік филиалы. Ол бізде филиал жұмыс істегеніне осы 1 жылдан асты, 1,5 жылдай болды. Осы 1,5 жылдың ішінде үлкен жетістіктерге жеттік. Бізде нақтылап айтатын болсақ, осы биылғы жылдың өзінде де ол жақта 50-ден астам іс-шара өтті. Арнайы Алатау хабқа тіркелген 5 компания бар. Яғни осы 5 компания IT саласындағы стартаптардың қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған жобалардың иелері. Яғни олар осы Алатау хабқа тіркелу арқылы осы біздің облыстағы IT саласын дамуына үлкен үлесін қосады. Сонымен қатар бізде осы 50 іс-шараның ішінде өте көп шетелден келген спикерлар болды. Бізде Pizza Speech деген бар, коворкинг аясында да өтетін іс-шаралар өте көп. Ол жаққа бізге осы соңғы 2 айдың ішінде Google компаниясынан 2 спикер келіп, осы жақта өзінің дәрістерін берді. Және де бұл балаларға өте тиімді алаң, себебі бізде Алатау хабта тегін түрде 7-сіне 3 сабақ өткізеді. Яғни күн сайын 3 сабақтан, ол яғни бағдарламалау, Pythonнан бағдарламалау, және де веб-дизайн бар ішінде, және де робототехника. Осы 3 бағытта оқушыларды тегін оқытамыз. Бізде хабқа күнделікті келсеңіз, ол жақта біріншіден оқушылар толы, кейіннен студенттер, яғни осы колледждің студенттер бар, осы облысының университеттерінде оқитын, СДУ-дан оқитын студенттер де жүреді, және де үлкен компанияның да қызметкерлері осы коворкингта отырады. Олар өздерінің жобаларын, стартаптарын ары қаратай дамытады, және де осы процесс кезінде оқушыларға да көрсетеді осы стартаптардың ары қаратай дамуын. Негізі бізде Алатау хабқа үлкен үмітіміз бар. Осы жалпы бүкіл IT қауымдастықты, облыстың осы бүкіл IT компаниялардың алға ілгерілетуге, яғни дамытуға деген үлесі үлкен болады деген сенім бар. Осы тұрғыда бізді көретін ата-аналар бар шығар. Соларға құлақ қағыс ретінде айтып өтейік. Қанша жастан бастап Алатау хабқа оқушыларды қабылдайсыздар, және де қабылдаудың қандай да бір нақты формасы бар ма? Күнге қайда бару керек? Негізі ешқандай шектеулер жоқ. Яғни 1-ші класс сынып оқушысынан да келе берсе болады. Өйткені робототехника деген ол бағдарламалауы бір бөлек, және роботтың өзін жинауының өзі бір бөлек дүние. Сондықтан да ол кішкентай жастағы балаларға өте қызықты. Мысалы, кеше бізге оңалту орталығынан да балалар келген болатын. 35 бала келді. Біз барлығымен солармен осы робототехниканы көрсеттік, дрондармен қалай басқару керек екенін көрсеттік. Сонымен қатар Кахутта ойын ойнадық. Яғни ол жақта бізде андай шектеулер жоқ. Және де ең үлкен пайдасы ол жақта кішкентай балаларда, және де үлкен жастағы балаларда бірге жүреді. Және де олар арасынан бір-бірінен өзінің білгенін бөлісіп, ары қаратай дамыта береді. Сондықтан да ешқандай шектеу жоқ. Әр 7-8 жастан бастап балаларды алып келіп, Алатау хабқа келіп, осы дәрістерге қатыса берсе болады. Ендігі сұрақ, бұл цифрлық технологиялар басқармасының ең бір жанды жері шығар, мобильді байланыс. 5G деп айтамыз ғой. Осы 5G мобильді байланысының инфрақұрылымын дамыту үшін сіздердің тараптан нақты қандай жұмыстар жасалынды? 5G форматтағы осы мобильдік интернет желісі деген осы жаңа буын, яғни ол 10 гигабит секундына жылдамдықтағы интернеттің тасымалдау мүмкіншілігі бар технология. Ол қазіргі таңда Қазақстан бойынша облыс орталықтарында жасалуда, қойылды. Ол бізде Қонаев қаласында қазіргі таңда 11 базалық станция орнатылған. Ол Mobile Telecom, яғни Теле2 маркасы, және де Кисел компаниясының, Кисел актив байланыс желілерінің 5G стандарттағы базалық станциялары орнатылған қалада, және де қосымша осы жылдың соңына дейін тағы да 15 базалық станция қойылатын болады қалаға. Ол осы қала төңірегін толық 5G стандарттағы
мобильді интернет желісімен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін болады. Кейіннен енді осы ол биылғы жылға қойған қолжетімді интернет ұлттық жобасы аясындағы қойылған тапсырма осы. Кейіннен енді аудан орталықтарына дейін осы технология баратынына сенімдіміз. Бірақ ол жерде нақты мерзімдер жоқ, бірақ та ол облыс орталық қамтылғаннан кейін біз сол бағытта жұмыс атқаратын боламыз. Алматы облысының өзге де елді мекендерінде интернет мәселесі қалай шешім тауып жатыр? Бізде барлық жерде байланыс бірдей ұстайды ма? Жоқ, өйтіп айта алмаймын, барлық жерде бірдей ұстайды деп. Өйткені бізде енді үлкен мәселе ол жол бойындағы интернет мәселесі, яғни интернет және байланыс мәселесі, туристік жерлердегі интернет мәселесі, және де шалғай ауылдарда немесе осы үлкен аудан орталықтарының жаңадан салып жатқан аудандарында, яғни шағын аудандарында көбінесе осы интернет мәселесі туындайды. Мобильді интернет болсын, немесе сымды интернет мәселелерде ол бар, бірақ біз оны шешуге үлкен жұмыс атқарудамыз. Осы қолжетімді интернет ұлттық жобасы бойынша бізде тағы да 82 ауыл интернетке қосылатын болады. Одан бөлек біз осы бағана айтып кеткен жекеменшік серіктестік жобасы аясында да осы бүкіл облыс бойынша айтылма 4000 км оптикалық желі салынуда деп, сол да кейіннен халыққа интернет тарататын болады. Және де осы жол бойында биылғы жылы біз 17 базалық станция республикалық жол бойында салу жоспарлаудамыз. Ол қазіргі жобалық сметалық құжаттамалары дайын, кейіннен ол құрылысқа кететін болады. Және де қосымша айтатын, осы соңғы жоба біз асы үстіртінде, обсерваторияның жанында картел, яғни Билайн маркасымен, яғни байланыс желісі бойынша осы базалық станция салу жоспарлауында қазір жер бөліп жатырмыз. Ол жақта, яғни бізде осы асы үстіртінде де интернет болатын болады. Яғни бұл жақта бізде енді ашық қалған туристік орындарды айтатын болсақ, бір 5-6 орын қалады. Енді ол жақта да жекеленген жұмыстар атқаратын боламыз. Негізі енді халыққа айтатын дүние, егер сіздерде интернет сапасына деген шағымдарыңыз болатын болса, бізде бұл жерде байланыс инспекциясы бар, яғни Алматы қаласы, Алматы облысы, Жетісу облысының байланыс инспекциясы. Сол инспекцияға өтініш арқылы өтініш жазатын болсаңыздар, ол жақта өтініштеріңізді тіркеп, сол ауылға шығып, интернет желісін яғни өлшейді. Егер ол жақта стандарттарға сәйкес келмейтін болса, ол жаққа тиісті айыппұл салынып, мобильді операторға уақыт беріледі, яғни осы ауылға интернет қойсын деген. Сондықтан да біз осы дүниені әрқашанда біз халыққа айтамыз, яғни интернетке шағымдарыңыз болса, осылай өтініш арқылы өзіңіздің өтініштеріңізді жіберсеңіздер болады деп. Жандос Қанатұлы, халық өтініш арқылы шағымдарын жеткізбесе де, бақ арқылы дәл осы мәселенің барлығын ашып көрсетуде. Күні кеше ғана Караван басылымында біздің Алматы облысындағы Ақтоғай ауылында интернет тұрмақ, телефон байланысы жоқ деген мақала шыққан болатын. Бұл мәселені КТК телеарнасы да түсіріп арнайы сюжет жасап шығарған. Дәл осы ақпаратты Литтер KZ басылымы да өздерінің сайтында 22 шілде осыдан 2 күн бұрын ғана жариялаған еді. Сіз осы ақпараттан хабардарсыз ба? Бұл шынымен де сол ауылда интернет, жалпы телефон байланысы мүлдем жоқ деген сөз ба? Бұл жақта ол мәселе бойынша біз осы 2 күн бойы бұрын осы СМИ-да посттар шықты. Бізде сол күні кешке қаратай өзі облыстық сайтта СМИ-да пост жасаған болатынбыз, шығарылым. Бұл ретте біз ол ауылда негізі сымды интернет бойынша 3 провайдер бар, яғни әр үйінде, яғни Қазақтелеком, Меганет және КДС деген компаниялардың сымды интернеттер, яғни қосылуға мүмкіндік бар. Ол жақта сымды интернет бойынша сұрақтар жоқ, ол жақта мобильді интернет және байланыс бойынша. Мобильді байланыс бойынша ауылдың енді жарты бөлігіндей ол жақта Билайн желісі ұстап тұр, өйткені ол тура жанында тұрған ол ауыл өзі ілесіп жатыр, 2 ауыл, бір сөзде көрші ауылда осы Билайн станциясының базалық станциясы тұр, ол ауылдың енді жақтан көп көлемін қамтып тұр. Ал нақты туындаған мәселе ол Теле2 және де Кисел актив базалық станциясы, ол жақта андай су жинайтын башня дейді, соның үстінде тұрған болатын ол жақта.
және де сол арқылы осы бүкіл ауылды қамтамасыз етіп тұрған болатын. Одан кейін енді ол жақта сол жекеменшік компанияның енді дүниесінде тұрды ғой, сондықтан да олар өздері мобильді операторлар айтып осы демонтаж жасасын деген яғни ұсыныс берген болатын. Соның соңында осы демонтаж жасалып ол жақта базалық станция алынып тастады. Сондықтан да ауылда осындай сұрақ туындады. Бірақ та біз сол күні пост шыққан күні бардық, ауылдың тұрғындарымен кездестік, оларға түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Қазіргі таңда ол жақта уақытша мобильді станция қойылатын болады, яғни андай машинамен келіп мобильді станция тұрып, ол жақта Кселл Актив өзінің желілерін таратады. Ал сол уақыттың ішінде осы жалпы біз есептедік 3 айдың ішінде жаңадан базалық станция, яғни антенна мачталық құрылғы саламыз. Ол үшін жерді белгіледік, ауылдық әкімге тапсырма бердік, енді тездетіп осы жерді бөлдіртіп ол жаққа жаңадан антенна мачталық құрылғы саламыздағын базалық станцияны қойып береміз. Енді ол құрылыс уақытында мобильді станция тұратын болады ауылда. Қателеспесем, былтырғы жылдары Ұйғыр ауданында шалғай елді мекенде картел арқылы сіздер байланыс орнатқан болатсыздар, иә? Қазіргі таңда ол жердегі мәселе түбегейлі өзінің шешімін тапты ма? Және қандай аудандарға интернеттің жағдайын жақсарту жоспарлап отырсыздар? Сіз айтып отқан ауыл ол Кепебұлақ ауылы, егер есінде болса Ұйғыр ауданының, ол жақта интернет желісі бойынша мәселе болған. Біз ол жақта картел Билайн базалық станциясын орнаттық, ол ауылды интернетпен қамтамасыз еттік. Қазір нақты есімде жоқ, бірақ қосымша ол жақта Кселл базалық станциясы салынды. Оның ақпаратты кейін тексерсе болады. Ал жалпы егер Ұйғыр ауданының бойынша айтатын болсақ, Ұйғыр ауданында мобильді интернетпен қамтамасыз етілмеген жалғыз ауыл болатын, ол Рахат ауылы. Сол Рахат ауылын осы биылғы жылы қостық. Ол жаққа Теле2 базалық станциясы қосылды. Сондықтан енді жалпы айтқанда Ұйғыр ауданында тіпті мобильдік байланысы немесе мобильді интернеті жоқ ауыл жоқ. Қазіргі таңда ол жерде енді бізде сондай мәселелер туындағанда шалғай аудандарындағы интернет мәселесі бізге көбінесе сол жаққа базалық станциясын қоюға ықпал ететін ашық жұмыс істейтін компаниялардың бірі ол картел компаниясы. Бізде енді облыста жалпы Билайн аудандарда, жолдарда негізі жақсы ұстайды, және де олардың желілерін дамыту темпі де жақсы басқа компанияларға қарағанда. Сондықтан да осындай жекеленген мәселелер бойынша сол компания өзінің құрылысын орнатып мәселені шешкен болады. Жандос Қанатұлы, қалай ойлайсыз, цифрализацияның ел экономикасына қандай әсері бар? Негізі экономикаға цифрализацияның әсері өте жоғары. Яғни ол қазіргі таңда статистиканы алсақ та, индекстарды алсақ та, тіпті кез келген жекеменшік компанияның немесе мемлекеттік органның басқару жүйесіндегі тиімділікті арттыру жүйесінде ол әрине цифрлық технологиялар қолданады. Қазіргі таңда жасанды интеллект өте үлкен әсерін тигізуде. Сондықтан да цифрлық технологиялар, цифрландыру деген ол жекеленген сала емес, ол бүкіл салада бар дүние цифрландыру деген. Сондықтан да ел экономикасына тигізетін үлесі өте көп. Және де егер бөлек айтатын болсақ, жалпы халықтың осы теңгерімді даму деп бізге осындай мақсат қойылған. Сондықтан да ауыл мен қаланың айырмашылығын жоюдағы бірде-бір осы күш мәселе, яғни ол интернет мәселесі. Яғни қазіргі таңда бізде енді ашып айтатын болсақ, 2011 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы интернетке деген қолжетімділікті адамзаттың жалпы базалық құқығына енгізген болатын. Яғни қазіргі таңда интернет мәселесі ол дәл сол ауыз су немесе электр көзі сияқты теңелді. Өйткені біз қазір білеміз, егер орташа есеппен алғандағы ауылдарда егер интернет мәселесі туындаса, ол өте үлкен СМИ-ға шығады, халық наразылығын білдіреді. Өйткені интернет ол күнделікті өмірде қолданатын құралдардың бірі. Сондықтан да интернеттің ол экономикалық жағдайда, халықтың жалпы әлеуметтік жағдайында рөлі өте жоғары қазіргі таңда. Сондықтан да біз бұл мәселені цифрландыруды жалпы дамыту аясында ең басты құрал, инфрақұрылымдық құрал интернет болып табылады. Сондықтан да біз бүкіл күшімізді осы саланы дамытуға жұмыстар атқарудамыз. Енді соңғы сұрақ, биыл 2025 жылдың соңына дейін сіздердің басқарманың ұйымдастыруымен, жетекшілік етуімен атқарылатын ауқымды жобаларыңызға мысал келтіріп өтсеңіз.
енді ең үлкен жоба ол мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясындағы осы бейнебақылау камераларын орнату. Яғни ол өте үлкен жоба, 9100 камера, 3025 комплекс. Яғни осы жобаны іске асыру ол біздегі ең бірінші мақсаттардың бірі орындалған. Және де қосымша интернет мәселелері бар, ол жекеленген өте көп жобалар, яғни әрбір ауылда, аудан орталығында интернет технологиясына байланысты атқарылатын жобалар, солар бізде алдымызда тұр. Және де қосымша осы облыс әкімі Марат Елеусізұлы бізге нақты тапсырма қойды, яғни ол су ресурстар саласын автоматтандыру және де осы тұрғын үй шаруашылық саласын автоматтандыру. Бұл жерде енді жылдың соңына дейін тұрғын үй саласын автоматтандыру бойынша, яғни судың жүйелерін басқару жүйесі Қонаев қаласы бойынша, оның шешімі келесі жылы табылады деп ойлаймын. Бірақ та осы биылғы жылы документ құжаттама жағынан жұмыстар атқаратын боламыз, келесі жылға дайындық ретінде. Және де үлкен жоба бізде қазір Қонаев қаласында деректерді өңдеу орталығы салынуда, яғни жоспарланып отыр. Ол бойынша біз жер бөлдік, қазір құжаттамалары жасалуда, яғни ол 20 миллиард теңге инвестиция көлемін құрайтын Транстелеком компаниясы осы деректерді өңдеу орталығын салады. Яғни 200 шкафтық, яғни орындық серверлар. Және де бұл жобада бізде өте күнделікті бақылауда. Осы жобаның негізі іске асырылу мерзімі 27 жылға дейін, бірақ осы кезең-кезеңмен әр кезеңді бақылап, туындаған қиыншылықтар болатын болса, мәселелер болатын болса, солармен көмектесуге шешу, осы басты біздің жобалар осы жылдың соңына дейін. Рахмет, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Келелі істеріңізге тек қана табыс тілейміз. Сіздерге рахмет, шақыруларыңызға. Және де осы сөзімнің соңында осы біздің бүкіл облыс аумағында интернет мәселелерін күнделікті бақылауға алатын, әр үйге интернетті кеп қосатын, онан кейін ол интернеттің жұмыс істеуін, желілердің жұмыс істеуін күнделікті бақылауда ұстайтын осы байланыс саласындағы қызметкерлерді, осы жұмыс мамандықтар жылы мен осы құттықтаймын. Және де олардың жұмыстарына үлкен табыс тілеймін, абырой тілеймін. Сіздердің жұмыстарыңызды біз күнделікті өз көзімізден көріп отырмыз. Халық та сіздерді өте жоғары бағалайды. Сондықтан да осы соңғы сөзінде соларды осы бүкіл байланыс саласындағы қызметкерлерді құттықтағым келеді. Сізге рахмет. Ардақты көрермен, біздің кезекті подкастымыз осымен өз мәресіне жетті. Алматы облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Ақпаратпен ең бірінші хабардар болыңыздар. Келесі кездескенше.